Бәріміз фиксики мультфильмін жақсы көреміз. Ол жерде кішкентай Симка, Нолик, Папус, Мася деген көңілді кейіпкерлер техника жөндеп жүреді. Олар бәрімізге телефон, теледидар, тоңазытқыш сияқты заттардың қалай жұмыс істейтінін үйретеді. Бірақ интернетте бұл фиксиктер туралы қызықты және қорқынышты әңгімелер көп. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Ең бірінші әрине не істеу керегін білесіздер. Арнаға жазып, лайк басып кетіңіз. Және ең керемет комментарий жазып 5000 теңге ұтып алыңыз. Келесі видеода сіз 5000 теңге ұтып алуға шансыңыз бар. Достар, онда өзіңізге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Біз онда бастаймыз. Фиксиктер болашақтан келген роботтар ма? Кейбір адамдар фиксиктер кішкентай роботтар. Олар болашақтан келген балаларды бақылап жүр дейді. Олар не үшін бақылауы мүмкін? Бұл аңызға сенсек, фиксиктер балалардың техникамен қалай сөйлесетінін көреді. Олар адамдардың өмірін өзгерткісі келеді. Балаларға техника ұнайды, ал фиксиктер сол техниканың ішінде өмір сүреді. Нолик пен Симка жай ғана дос па? Бәріміз Ноликті жақсы көреміз. Ол күлкілі, көңілді, Симка ақылды, бірақ кейбіреулер айтады. Олар балаларға көп техниканы қолдануны үйретеді. Ал шын мәнінде олар техника арқылы балалардың миына әсер етеді. Кейбір балалар, мен фиксиктермен сөйлестім, олар менімен түнде сөйлеседі деп айтқан. Бұны естігенде үлкендер таң қалады. Мүмкін бұл жай қиял шығар, бірақ қорқынышты емес пе? Пресс-мастер мейірімді ме жоқ па? Пресс-мастер фиксиктердің үлкені, ұстазы. Ол бәрін жақсы білетін ақылда. Бірақ бір миф бойынша пресс-мастер фиксиктерді басқарып, адамдарды жеңгісі келеді. Ол барлық техникаға фиксиктерді кіргізіп, бүкіл әлемді басқаратын болады. Әр серияда фиксиктер техника бұзылса, оны лақтырып тастама, қайта жөнде дейді. Бірақ неге олар ескі заттарды сонша жақсы көреді? Мүмкін олар ескі техникада жасырынып тұра ма? Сиқырлы жаратылыс па? Кейбір үлкен кісілер айтады, фиксиктер бұрынғы заманнан қалған сиқырлы жаратылыс. Олар көзге көрінбейді, олар үй ішінде жүреді. Бұрынғы ертегілерде домовой деген кішкентай рух болған. Ол үйдегі заттарды бұзып, қайта жөндейтін, дәл фиксиктер сияқты. Кейбір балалар түнде оянып қорқып, маған біреу қарады, техника өзігінен жанып кетті деп айтады. Бұл да ойландырады. Мүмкін бұл айтылғандардың бәрі жай қиял шығар. Мүмкін фиксиктер тек қызықты мультфильмді кейіпкерлері. Бірақ кейде біз көретін мультфильмдердің артында басқаша мағына жатуы мүмкін. Үлкендерге көрінбейтін себебі неде? Фиксиктер мультфильмде тек балаларға көрінеді. Үлкендер оларды мүлде байқамайды. Бірақ бір миф бойынша фиксиктер үлкендерді ұнатпайды. Себебі үлкендер бәрін біледі. Олардан құпия жасыру қиын. Ал балалар сенгіш. Фиксиктер сол сенімді пайдаланып, балаларға жақындайды. Кейбіреулер айтады, фиксиктер балаларға өз ойын салады. Балалар олардың айтқанын орындайды. Фиксиктер түнде не істейді? Бұл туралы ешқандай серияда айтылмайды, бірақ бір қорқынышты әңгімеде былай делінеді. Түнде бәрі ұйықтағанда фиксиктер техникадан шығып, үйді аралайды. Олар үйдің ішін бақылап жүреді. Компьютер, планшет, телефон бәрін іске қосып келеді. Кейде тіпті камераны да қосады дейді. Кейбір балалар таңертең оянғанда телефонында біреу видео түсірген сияқты. Планшет өзінен өзі қосылыпты деп айтады. Бұл жағына ақыл ма әлде фиксиктер ме? Симка шын мәнінде кім? Симка бәрін білетін ақылды қыз. Ол Ноликке үнемі ақыл айтады. Бірақ кейбір мифтерде Симка фиксиктердің басты басқарушысы. Ол адамдардың әлемін техника арқылы басқарып жатыр делінген. Симка балаларға бәрін үйретеді. Бірақ сол арқылы олардың техникаға тәуелді етеді. Балалар телефон, теледидарсыз өмір сүре алмай қалады. Фиксиктер қызықты мультфильм, бірақ олардың кейбір құпиялары әлі ашылған жоқ. Олар неге тек балаларға көрінеді? Түнде не істейді? Оларды кім басқарады? Бұл сұрақтарға нақты жауап жоқ. Бірақ бір нәрсе анық. Техника ойыншық емес, ал фиксиктер жай ғана мультфильм кейіпкері емес болуы мүмкін. Pixar студиясы мен Disney компаниясы бірігіп жасаған көліктер мультфильмі балалар мен ересектердің жүрегінен орын алған туындылардың бірі. Басты кейіпкер Найзағай Маккуин мен оның достарының шытырманға толы оқиғалары көрермендерге қуаныш пен шабыт сыйлады.
Алайда бұл мультфильм артында жатқан кейбір жайттар адамды ойландырады, тіпті кейде шошытады. Адамдар қайда? Бұл қандай машиналар? Бүгін біз көліктер мультфильміне қатысты сұмдық немесе оғаш теориялар мен деректер қарастырамыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтаныс арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Ең қызықты видеолардың бірі болды. Кешегі видеоны көріп кетіңіз, 5000 теңге ойнатып жатырық. Келесі видеода 5000 теңге кім ұтқанын айтатын боламын. Ол үшін комментария, лайк және осы арнаға жазылып кетіңіз. Мүмкін сіз де ұтып қаларсыз. Және керемет комментарий жазыңыз. Осы видео запись бойынша шықты. Яғни көліктер жеңіп кетті. Егер сіз дауыс бергіңіз келсеңіз, арнаға жазылыңыз. Оны достар, өзіңізбен бірге шай немесе печенье алып, немесе вафли алып, осы қызықты видеоны көріңіз. Көліктер туралы. Онда бастайық. Адамдар қайда кеткен? Мультфильмде бірде-бір адам бейнеленбеген. Дегенмен қалалар, жолдар, тіпті бензин бекеттері мен қонақ үйлер бәрі адамдарға арналғандай жасалған. Есіктер мен терезелердің пішіні, көлік жуу бекеттері, мұның бәрі адамзат өркениетінің ізі барын көрсетеді. Осыдан адамдар қайда кетті деген сұрақ туындайды. Кейбір жанкүйерлердің теориясы бойынша адамдар жойылып кеткен, ал көліктер жасанды интеллекттің арқасында тіріліп әлемді басып алған. Тағы бір теория бойынша адамдар көліктерге ақылды чип орнатып, оларды өздігінен қозғалатын, сөйлейтін, ойлайтын тіршілік иелеріне айналдырған. Уақыт өте келе бұл көліктер адамдарға қарсы шығып, оларды жойып жіберген немесе планетадан қуып шыққан. Осыдан кейін көліктер әлемді билеп, өз өркениетін орнатқан. Көліктер мультфильмінде көліктер эмоция көрсетеді. Қуанады, ашуланады, мұңаяды. Олар достық, сүйіспеншілік, сатқындық секілді күрделі сезімдерді бастан кешіреді. Бірақ темір мен моторда жан сезім қалай пайда болды? Бұл сұрақта нақты жауап жоқ. Бір теорияға сүйенсек, бұл бұрынғы адамдардың жаны көліктерге ауысып кеткен нәтижесі. Мультфильмде кейбір көліктер апаттан соң істен шығады. Кейде олар қайтыс болады. Бұл кәдімгі тірі жан иесі сияқты жағдай. Демек, бұл мультфильмде көлік тек машина емес, тірі жаратылыс ретінде қарастырылады. Бұл өте оғаш әрі шошытатын идея. Көліктер франшизасының бір бөлігінде қорқынышты ертегілер деген серия бар. Онда құбыжық мутант көліктер, зомбиге айналған машиналар кездеседі. Бұл сериялар мультфильмнің күлкілі әрі балаларға арналған жағын екінші орынға ысырып, тылсым әрі қорқынышты әлемді көрсетеді. Көліктер қайдан шыққан? Pixar студиясының 2006 жыл жарыққа шыққан көліктер мультфильмі балаларға арналған қызықты оқиға емес, сонымен қатар артында үлкен сұрақтарды тудырып отырған күрделі әлем. Мысалы, бұл көліктер қайдан шыққан? Неліктен олар сөйлейді, ойлайды, сезінеді? Осы сұрақтарға нақты жауап мультфильмде берілмесе де, жанкүйерлер мен теоретиктер бірнеше қызықты болжамдар жасаған. Pixar әлемінде әр фильм өз ішкі заңдылықтарымен ерекшеленеді. Сондықтан кейбір жанкүйерлер көліктер бұл адамзат ешқашан пайда болмаған альтернативті әлемде есептейді. Яғни бұл әлемде эволюция жолы басқа бағытпен жүріп, көліктер тірі жаратылыс ретінде дамыған. Фанаттардың арасында әйгілі теория бар. Барлық Pixar фильмдері бір әлемде өтеді. Бұл теория бойынша адамдар ғаламшар тастап кеткен соң, ақылды машиналар жер бетіне қалған. Көліктер сол кезең бейнесі. Бұл теория Валли мультфильмі және басқа да фильмдерге тығыз байланыстырылады. Көліктердің қайдан шыққаны бұл сұраққа ресми түрде нақты жауап жоқ. Дегенмен түрлі теориялар арқылы бұл әлем тылсым, философиялық тіпті фантастикалық астарын көруге болады. Бұл жай ғана балаларға арналған мультфильм емес, болашақтың мүмкін бейнесі, технология мен адамзат арасындағы байланыс туралы ой салатын туынды. Найзай Маккуин мультфильм бас кейіпкері, ол жарыс, өркөкірек, өте жылдам жарыс көлігі. Мультфильм басында Маккуин тек жеңіс пен даңқ туралы ойлайды. Өзгелерді өзінен төмен санайды. Алайда Радаттар Спрингс қалашығында кездейсоқ тап болғаннан кейін оның өмірі күрт өзгереді. Маккуин өз қателіктерінен сабақ алып адамгершілік қасиеттерге бет бұрған кейіпкер.
Ол достықтың, сенім мен қарапайымдылықтың бағасын түсінеді. Ақырында ол өзін ғана емес, айналасындағы адамдарды, көліктерді ойлайтын нағыз мейірімді кейіпкерге айналады. Метр ескі, тот басқан, бірақ өте көңілді әрі адал серу машинасы. Ол Радаттер Спрингс қалашағының тұрғыны мен Маккуиннің ең жақын досы. Метр мультфильмдегі әзілдің көзі, бірақ сонымен қатар жүрегі таза, шыншыл кейіпкер. Ол ешкімге ренжімейді, үнемі көмектесуге дайын тұрады. Метр сыртқа басқа болса да іші алтын деген сөзге дәл келетін кейіпкер. Оның достыққа, адалдығы мен өмірге деген жеңіл көзқарасы көп көрерменге үлгі бола алады. Көліктер 2 фильмде Метр бас кейіпкерге айналып, тіпті халықаралық тынысшы рөлінде атқарады. Док Хадсон, бұрынғы әйгілі жарыс көлігі, 3 мәрте Пистон кубогының иегері. Ол қазір Радаттер Спрингсте дәрігер әрі судья болып жұмыс істейді. Алғашында ол найзағай Маккуинге салқын көзқарасымен қарайды, бірақ уақыт өте келе оны өз тәрбиеленушісі ретінде қабылдайды. Док даналық пен сабырлықтың символы. Ол өткен өміріндегі ауыр жарақаттан кейін жарыс тастап, тыныш өмірді таңдаған. Алайда Маккуин арқасында ол қайтадан үмітке ие болады. Доктың рөлі ментор ұстаз ретіндегі бейне арқылы өте маңызды. Салли, Радаттер Спрингстегі заңгер. Порш Кайро спорт көлігі. Ол Маккуинмен жақын дос әрі мультфильм романтикалық желісінің орталығы. Салли парасатты, батыл, жүрегі кең кейіпкер. Ол қалашықтың қайта жандануына күш салады және тұрғындардың әл-ауқаты үшін тынымсыз еңбек етеді. Көліктер 3 мультфильмдегі пайда болған Джексон Шторм жаңа буын. Технологиямен жабдықталған өте жылдам көлік. Ол Маккуиннің басты қарсыласы, бірақ оның мінезі тәкаппар, салқынқанды және өзімшіл. Шторм жаңа мен ескінің күресін білдіретін кейіпкер. Ол арқылы мультфильмде жаңа буын мен тәжірибелі ұрпақтың арасындағы бәсеке, сенім мен технология мәселесі көтерілді. Көліктер мультфильмі жай ғана машиналар туралы емес, бұл адамдар арасындағы қарым-қатынасты, достықты, бәсекелестікті, сенімді және ішкі өсу жолын көрсететін туынды. Ондағы әр кейіпкер жеке тұлға, әр қайсысы арқылы өмірден бір қыры ашылады. Маккуиннің өсу жолы, Метрдің достығы, Док Хадсонның даналығы, Саллидің мейірімі, бұлардың бәрі көрерменге үлкен ой салады. Сондықтан да көліктер заманауи анимация әлеміндегі ең терең, мағыналы әрі естен кетпейтін мультфильмдердің бірі.